Жалпы менің постымды дұрыс түсінбегендер көп екен. Кімнен көтердің, қанша ай болғанда түсіп қалды, там анадан ба, мынадан ба, екіқабатсың ба деген сияқты кішкене бестактныйлау, кішкене андай ойларын дұрыс жеткізе алмаған адамдар шығар енді деп ойладым. Сондай бір дұрыс емес сұрақтар келіп жатыр да негізінде. Түсінемін, енді постты алып аңқ еткізіп мен де сала салдым деген сияқты. Бірақ ол негізі менің былай айтқанда өкінішім, өзімді кінәлі сезінемін негізінде ол нәрсе болғанына. Өйткені біз ажырасқан кезімде 5-6 аптадан асқан бала бар екенін білдім. Ішімде 5-6 апталық даже. Сол баланың бар екенін білдім. Одан кейін жүрдім, бір кезде ауырсынып бастадым, айтып өттім. Сөйткен кезде ол бала замерші болып қалды стресстен. Сол, в общем, оны одан кейін алдырттым. Мен қайта анда барып, мында барып жүріп алдырттым. Оны да оңай болған жоқ. Негізінде маған қатты қиын болды. Енді не дегенмен бірінші рет құрсағыма біткен сәби болғаннан кейін маған қиын болып, сонымен жіберу де қиын болып жүр әлі күнге дейін. Өйткені тұрмысқа шыққаннан бастап, ойбай, балаң тумайсың ба, сен бала туа алмайсың, анау мынау деген әңгімелерге кеткен болатын. Сөйтіп барып әрең көтерген бала болғаннан кейін сондай болды да. Вот, одан бөлек негізінде ол өзінің ақнекеде болған, жаңағыдай сол кісіден бала ғой енді, жалпы былай айтқанда, өзіне айтқан кезінде ол вообще андай не болды. Короче, түсінбедім оның реакциясын, онша емес болды, короче, деп те айтқан жоқ, ештеме айтқан жоқ, короче. Жалпы түсінгендер де бар екен. Солар жазып жатыр, я оңай емес, менде де 2 рет, 3 рет өстіп замерші болып қалды. Қазір 3-шісін көтеріп, енді қолыма алып, бауырыма басып отырмын деген сияқты. Оның барлығы Алланың берген сынағы ғой, бұйырғаны деп қабыл алдық та, енді сонымен жүрміз деген сияқты. Просто кешегі салған постым менің андай болды, типа қазір ол бала замерші болмай қалған кезде уже ішім осындай болып жүруші едім деген сияқты ғой, короче, типа сағыныш, ну и өкпе реніш, ну типа стресс ана мынау болғанына, стрессті создавать еткен адамдарға, мысалы бану десең, в общем сондай. Одан кейін енді өзімнен де бар ғой дедім да, сөйтіп өзіме өкпеледім. Өзімнің кінәм деп өзімнен көрдім. Бірақ енді не дегенмен алдыға қарай жүреміз ғой. Қазір шығат андай адамдар, Мадина қайттан ұялап атсың, бүйтіп атсың, сөйтіп атсың, шаршаттың деп. Негізінде олай емес, просто ол менің ішімдегі нәрсе, бұл менің страницам. Мен бұнда өзімнің ішімдегі нәрсені сала аламын, мен құқылымын деген сияқты нәрсе ғой. Егер кімге қызық емес, қарамай-ақ өтіп кетсеңдер болады. Вот так вот. Айтатын нәрсе көп. Ары барып, бері барып, не істеп жүрсің, Мадина дейтін адамдар енді, в принципе, оказывается, оны аборт жасатқан кезінде, алдыртқан кезінде ішімде бір немелер қалып қалған ғой. Сөйтіп, короче, ол гноится етіп, сонымен осложнениялармен ары бері жүрдім. Жоғалып кетіп жатқан себептерінде сол ары бері жүрмін деген сияқты. Вот, в принципе, менің өмірім осындай болатыр. Все, по воле Аллаха жүрміз әйтеуір. Сосын кішкене андай шектен тыс шығып, енді былай айтып, неше түрлі айтып жататын адамдар болады. Соларға жауап қайтарып жатсаң, сен агрессивныйсың, сен осындайсың, сондайсың, мындайсың дейді. Сонда сіздерге өздеріңіздің тілдеріңізде жауап қайтарса, ол нәрсе ұнамайды. Өздеріңіз пікір көтере алмайсыздар адамның сөзін деген сияқты. Ал почему-то біз елдің алдында жүрміз, біз көтеруге міндетті екенбіз да. Жоқ, ондай нәрсе ешкімде жоқ, бәріне бірдей. Так что өйтіп айтпай қойыңыздар. Менің тілімнің аштылығы өздеріңізге байланысты шығады. Егер адам сондай мәңгүрттікке салынып, надандыққа салынып, жеке өмірге қатты бір кірісіп, сондай нәрсе болатын болса, мен онда тілімнің аштылығын көрсетемін.
А если маған адекватно дұрыстап айтатын болса, мен де оны адекватно қабылдаймын деген сияқты ғой. Просто каждому свое. Әркімге өзі қалай лақтырады, мен де солай лақтырамын деген сияқты үшін болды. Тағы бір айта кетейін, негізінде көбісіне құлақ қағыс болатын шығар мүмкін бұл. Менің жеке өміріме қол сұғып, менің не істегенім, не істейтінім туралы айтып, біреумен жариялап, өсектеп жүретіндер, өздерінің 5 қарын майларың таза болмай тұрып, маған айтпай қойыңдар. Шүкір Аллаға, былай айтқанда, сендердің де қандай жерлерден шығып, қандай жерлерге барып шыққандарыңды біліп отырмыз. Бірақ дегенмен көп адамға топырақ шашып, ол нәрсені бүйтіп ашып айтып жүрмейді екенмін. Қанша жерден блогер болсаң да, қанша жерден қанша миллион подписчиктерің болса да, мен туралы олай айтпауларыңды өтінемін. Өйткені сендер мені лично білмейді екенсіңдер. И менімен араласқан адам үйтіп айта алмайды деп те айта аламын сендерге. Так что кішкене арттарыңа қарап алыңдар. Сосын шоу-бизнеске жақын жүрген адамдар бар, кейбіреулер ше, мен таныстарым арасында. Так что осы сторисім оларға құлақ қағыс болатын шығар, андай бүйтіп деп қалатын шығар. Менімен таныс болсаңдар да дос болмадыңдар, қатты бір араласпадыңдар, менің ешқандай бір секретім сияқты нәрсені білмейсіңдер да. Но мен де естіген нәрсемді айтатын болсам, сендердің қай жерге кіріп, қай жерден шығып жатқандарыңды білемін. Менің жеке өміріме қол сұқсаңдар, ол да өздеріңе екі есе болып қайтады. Так что ондай нәрсені мен біліп тұрсам да ары қарай таралуына мүмкін себепкер болмайтын едім енді. Так что жай ғана бүйтіп сырт жағын айтып кетейін. Сендердің қай тесікте жүргендеріңді, сендердің тесіктеріңе қандай нәрсе кіріп жатқандарын бәрін біліп отырмын. Так что маған өйтіп айтпай қойыңдар.